Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін біз шахмат печеньесін жасайтын боламыз. Алдымен қажетті ингредиенттерімізді дайындап алдық. Описание бөліміне толық нұсқасын қалдыратын боламын. Одан кейін қантымыз бен жұмыртқамызды осылай венчиктің көмегімен қаттыға бір келкі қылып айналдырып дайындап аламыз. Одан кейін шым-шым тұзымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Кейін ұнымызды аз-аздан бөліп қосатын боламыз. Жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз, және қатты илеп жібермеңіздер, қолға сәл-пәл жабыспай тұрса болды. Одан кейін тестамызды екіге бөліп, біреуіне какао қосамыз, біреуіне жартылай ұн қосып жалғастырып, екі қамыр жасаймыз. Екі түрлі қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін шыққаннан кейін кішкене қатты болып тұрады. Осылай бөліктерге бөліп аламыз да домалақ етіп, ұзынша етіп, екеуін бірдей қылып теңестіреміз. Осылай ақ-қара етіп қойып аласыздар төрт ұзыншаны. Сосын оны кішкентай жұқа бөліктерге бөліп, духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар. Бар болғаны осы рецепт өте оңай, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.